Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіз. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін ауызашарға өте жұмсақ әрі нәзік творог пен рогалики жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жылы сүтіміз міндетті түрде жылы болуы қажет. Салқын сүтте біздің қамырымыз дұрыс ашмай қалатын болады. Содан соң 3-4 ас қасық қантымызды саламыз. Және де 1 қасық дрожжымызды, содан соң 1 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Осы массамыздың үстіне ерітіліп тұрған сары майымызды құйып араластырамыз. Содан соң міндетті түрде електен өткізіліп тұрған ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырды жұмсақ етіп илейсіз, ешқандай да қатты тығыз қылып илеп қоймаңыз. Осындай біздің қамырымыз жұмсақ, нәзік болып шығады. Бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша біз әзірге салмамызды дайындаймыз. Творогымызды алып, оның үстіне ванильный сахарымызды және де 1 ас қасық кукурузный крахмал қосамыз. Егер де кукурузный крахмал жоқ болса, картофельный крахмал қоссаңыздар да болады. Содан соң 1 ас қасық сметананы да 20-25% қолдансаңыздар жақсы болады. Және де 1 жұмыртқаның сарыуызын салып, жақсылап араластырамыз. Неге осылай біркелкі етіп салмамызды дайындап қоямыз. Көтерілген қамырымызды алып столдың үстіне қойып аламыз. Осындай жұмсақ болып шығады. Қамырымыз әдем болып көтеріледі. Қамырды 1/2 бөлікке бөлеміз. Теңде 2 бөлікке таразының көмегімен бөліп алсаңыздар да болады. 2 бөлікке бөліп, 1 бөлігін бұлай алып қоя тұрамыз. Әзірге біз 1-ші бөлігін жайып аламыз. Қамырды барынша жұқа етіп жая беріңіздер, өйткені біздің қамырымыз әдем болып көтерілетін болады. Кішкене осындай етіп жайсаңыздар, немесе бұдан да жұқа етіп жайсаңыздар да болады. Қамырымызды жайып алғаннан соң теңдей бөліктерге бөлеміз. Алдымен 4 бөлікке бөліп, содан соң барлық бөлікті 3-ке бөліп шығамыз. Сонда бізде 12 рогалики шықты. Яғни біздің 2 қамырымыздан барлығы 24 рогалики шығатын болады. Немесе қалауыңызша кішірек етіп жасайым десеңіз, 4 бөлікке бөліп жасасаңыз да болады. Содан соң үстеріне салмаларын салып шығамыз және де осылайша рогаликінің формасын келтіріп аламыз. Барлығын орап алғаннан соң табанымызға пергамент қағазын қойып орналастырып, жұмыртқамызды жағып шығамыз бетіне және де алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Неке қыздар, біздің рогаликаларымыз осындай өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Осылай ыстық күйінде бетіне сахарный пудра сеуіп қойсаңыздар да болады. Немесе қалауыңызша шоколадты жағып, немесе сгущенканы да жағып сәндеп қойсаңыздар болады. Осылайша біздің рогаликаларымыз дайын, өте дәмді әрі керемет жұмсақ болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық рецепті видеоның астында қалдыратын боламын. Видеоны лайк басып, пікір қалдырып, каналыма қолдау білдіріп, тіркелуді ұмытпаңыз. Баршаңызға рахмет.